күз бұл өте тамаша мезгіл. Күз мезгілі адамның көңіл күйі секілді құбылмалы. Бірде жаңбыр жауып жатса, бірде күн шайдай ашылып тұрады. Күз мезгілінде жапырақтар сарғайып, айнала алтын түске боялады. Жерге алтын кілем төселгендей. Арасында шыршалар ғана түсін өзгертпеген. Барлығы әсерлі, өте керемет. Біз бүгін сіздерге ауыл шырақтары тақырыпты хабар арқылы күрең күздің тамаша бір күнінде өткен алыс Ұшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық ауылындағы көркем сөз шебері атты әдеби сайыс жайында, сонымен бірге сайыс ұйымдастырушысы Құлқұдық ауылы 1-ші санды мектептің шығармашылық, мәдени мәселелер бойынша насихатшысы Қайрат Ахметовтың осы саладағы тың еңбегіне қанық боласыздар. Аталмыш сайыс 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы, 10-шы және 11-ші сыныптар арасында өткізілді. Басты мақсат оқушылардың өздері өскен жерін, табиғатын аялау және оған аса құрмет көрсету. Қазақ тілінің беделін көтеру, ақын жазушыларымыздың шығармашылығын кеңінен дәріптеу. Мен Пірімқұлова Балнұр Ұшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық ауылындағы нөмір 1-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Мұқағали Мақатаев. Пай-пай өмір. Пай-пай өмір, өтерсің-ау бір күні. Тұясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтерсің-ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз. Кетеміз-ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кетеміз. Біз кетеміз. Кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғана. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Ана тілі ар өлшемі. Ол туған жеріңді, еліңді, сүйікті отаныңды сүйе білу деген сөз дейтін кейіпкеріміз 7-ші сынып оқушысы Дүйсенбаева Мереке жаталған Несіпбек Айтұлының «Ана тілім» атты туындысын ұсынады. Несіпбек Айтұлы, ана тілім. Ана тілім жүрегісің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мұнау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Сенің арқаң дүниеден сыр ұқсам. Сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе? Туған тілім, егер сені ұмытсам. Мен Идрисов Ануар Ұшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық ауылындағы номері 1-ші мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, 3-ші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбая кел дағы отал менен. 6-шы сынып оқушысы Кенжебаев Иманғалидың кезектегі поэзиясы арқылы Бұхардың сөйлегенде үнемі қара сөзбен емес, көмекейі бүлкілдеп, түйдек-түйдек жырмен сөйлейтінін аңғаруға болады. Бұхар жырау Қалқаманұлы. Абылай-ау, Абылай. Абылай-ау, Абылай, сені мен көргенде Тұрымтайдай ұл едің, Түркістанда жүредің. Әбілмәмбет патшаға қызметші болып тұр едің. Сен қай жерде жүріп жетіктің, үйсің Төле бидің. Түйесін баққан құл едің,
Сен 25-ке келген сон, алтын тұғыр үстіңде ақ сұңқар құстай түледің. Дәулет құсы қонды басына, қыдыр келді қасына, бақ үйіне түнедің, алыстан тоят тіледің, қалышыңды тасқа біледің, алмаған жауын қоймадың, алғаныңмен тоймадың, несібенделден тіледің. Абылай-ау, Абылай, момынға келіп бек болдың, атасын білмес ұл едің, атамның тегін сұрасан, арқар ұран жат едің, қай ерінде төр едің. Баласағұн шығармалары бір сөзбен айтқанда тілді, өнерді, әдебиетті дамытудың көптеген мәселелерін түсініп білуге, оларды болашақта дамытудың жолдарын анықтауға көмектеседі. Мұны Жұматаев Әділбек Жүсіп Баласағұнның білім қазына өлеңі арқылы жеткізеді. Адамзатты топырақ су ауа оттан, құдірет күшті жалғыз Алла жаратқан, таратқан соң өте өткір көз берді, сай сүйекті сырқыратар сөз берді, ақыл берді теңіздейін тілеги, биіктерге самғасын деп жібеді, кең дүниеде тек адамға қол берді, ең мақұлық сай келмейтін бол енді, жерде берді білімге бай ұрсын деп, тірлігінде қайырымды іс қылсын деп, ұят берді, намыс берді, ар берді, намысына қамшы болар жар берді, ар үшін еркіреспесе нөсемір, қосып берді күншілдік пен өсегін. Тағдыр кілті өзімізде бәрі де, лайықсың ба биіктеуге әреге, жетер болсаң бұл тіршілік мәніне, тағдыр өзі-ақ айналады сәніне. Есті сөзі еске түйіп, ал енді, білген жаннан білікті жоқ әлемде, әуел оқып оны ойыңа бере біл, жақсы сөзі хат жазған қатере біл, надандықты құртамасаң дәрімен, тек біліммен құтың қашар әріден. Ана баршамыз үшін ғазиз, оның байсалды да байыпты тұлғасы, күлімдеген келбеті, әсерлі де әдемі әңгімесі, мейірімге толы жанары, өмірдегі ең жұмсақ алақаны, айдын шалқар ақылы, кең жайлаудай кешірімшіл мінезі. Бәрі бізді еріксіз толғандырмай қоймайды. Мен Күлдебекова Аида, Ұшқыдық ауданына қарасты Құлқыдық ауылындағы номері 1 мектептің 5 сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев, ана сен бақыттысың. Ана сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан да жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тозбасыңа. Екі жар жазсам саған бір нанап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың тербете бер, құбат алдан иілген бесігімді. Мен Күлдебекова Мадина, Ұшқыдық ауданына қарасты Құлқыдық ауылындағы номері 1 мектептің 8 сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев өмір жайлы. Өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгін келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бал орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмірді мен әлі зерттеп көрмегем. Өмір жайлы білгін келсе қартқа бар, өмірінен кегі кеткен өлмеген. Жалған айып тағылған да көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді. Неге ақылды ақымақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді. Қазақ поэзиясында өзіндік орынға ие, өзіндік қолтаңба қалдырған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевты танымайтын, оның өлеңдерін білмейтін жан жоқ шығар. Тіпті шығармашылығына қызықпайтын да ешбір адам табылмас. Мұқағали Мақатаевтың Арман қо поэзиясы мен Молдасариева Сымбатай. Айтпашы, айтпасаң да білем. Білемін де күлемін ренжімен. Әзірге көзімде ашық, көңілімде ашық.
жыланды ажыратам жұлындыден. Мүмкін қақың бар шығар мақтануға, алайда асып-тасып ақтарылма, кімдер болып, ал кімдер болмай жатыр. Аумалы да төкпелі шақта мына. Бақытты бол, жұлдызың жанған шығар. Кеземес қой, бірақта арман тынар. Бір арманның беліне мінгеніңмен, бір арманың бұлақтап алдан шығар. Адам сірә бақытын місеткен бе? Армандайық армансыз кісі өткен бе? Байламы жоқ бақытқа құлдық ұрмай, не жетсін арман қуып сеткенге. Көңілімізді бақытпен алдандырып, арман қуып келеміз, арман қуып. Арман барда арманға тоқтау бар ма? Жан бар мекен арманға салған құрық. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады дейтін кейіпкеріміз 6 сынып оқушысы Молдасариева Мейірбек Әбу Сәрсенбаевтың «Туған жер» атты өлеңі мен толқындарымызда. Әбу Сәрсенбаев «Туған жер». Уа туған жер, топырағыңнан жаралдым, алабыңнан арманыма нәр алдым. Тұнығыңнан жүзіп іштім сендегі, алтын арай таңғы жұпар самалдың. Сәл ұмытсам, қарға мені кешірме, қайда жүрсем өзің тұрдың есімде, өзің тұрдың қарла көптан сығалап, сонау қатан қаһарлы жыл кешінде. Мен қатерге қарсы бардым сен үшін, көкірегімнен қан төгілді жер үшін. Саған жетер қасиет бар ма жиһанда? Сен ұлысың, адам сенің жемісің. Сенен артық қасиет жоқты жертегі, сен ұрпақтың күліп атар ертеңі. Тағдырыңды тапсыр маған туған жер, көркейтуге міндеттімін мен сені. Қайрат Ахметов Ұшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық ауылындағы нөмірі 1 санды мектептің шығармашылық мәдени мәселелер бойынша насихатшысы. Бүгінгі күнде белгіленген жоспар бойынша оқушыларды жан-жақты қолдап, әдеби мәдени шығармашылық қабілеттерін дамытуға қаратылған шараларымыз өз жалғасын тауып жатыр. Солардың бір айғағы ретінде таяуда ғана Ұшқұдық ауданына қарасты Құлқұдық ауылындағы 1 санды мектепте 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші, 10-11 сыныптар ортасында көркем сөз шебері атты әдеби сайыс өткізілді. Оқушылардың әдебиетке, тілге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған шараға жалпы 14 оқушы қатынасты. Оқушыларымыз әдебиет әлеміндегі ақындардың жырларын, белгілі қаламгерлердің өрелі өлең жолдарын мәнерлеп оқып, көпшіліктің көңілінен шықты. Енді бұл орайда өткізілген шарамыз оқушыларымызға рухани, мәдени, әдеби азық беріп, оларды отансүйгіштікке, адамгершілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелейтініне сенімдіміз. Барлық қатысушыларға сайыс соңында арнайы дипломдар табыс етілді. Оқушылар біз бір-бірінен өтеді. Барлығы да көркем сөзді, келелі өлеңді өз мәнерімен жоғары деңгейде оқып шықты. Барлық шәкірттерге әрқашан білім мен өнерді қатар игеріп, ұлы елдің ұлағатты ұрпақтары болыңдар деген тілек білдіреміз. Алла қаласа алдағы уақытта да осындай игі шараларды көптеп өткіземіз деп ойлаймыз. Баланың шығармашылық қабілетін дамытудың жолдары жан-жақты қаралып, олар үшін жуырда ғана шығармашылық істер бойынша насихатшы ісі жолға қойылды. Бұл болса оқушының шығармашылық қабілеттерін әрі қарай дамыту мәселесімен толықтай айналысуға, қабілет ұғымының мәнін терең түсінуге өз ықпалын тигізіп отыр. Науаи қаласына 300 километрдей алыста орналасқан Құлқұдық ауылындағы 1 санды мектепте дәстүрге айналған көркем сөз шебері атты сайыс оқушылардың қызыға қатысатын, белсене араласатын, өзіндік орны бар сайыстардан саналады. Өзінің бар күшін сарқа етіп, бір емес, бірнеше мектептерде оқушылардың қабілетін шыңдап келе жатқан ауыл шырақтары тақырыпты хабарының кейіпкері Қайрат Ахметовқа шығармашылық істеріне тамаша жетістіктер тілеп қаламыз.